Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 145-ші сабағымызды бастаймыз. Есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. 3-4 амалмен шығарылатын есептерді санды, өрнек және теңдеу түрінде тиімді тәсілмен шығарасын. Бірінші есеп, сандық көбейтіндіге қалай бөлуге болатынын есіне түсір. Мысалы, 20 бөлінген жақшаның ішіне 5 көбейтілген 2. Осы есеп шығарудың 3 тәсілі бар. Мысалы, 5-ті 2-ге көбейтеміз бірінші, 10 болады, 20-ны 10-ға бөлгенде 2 шығады. Келесі біздер жақшаны ашып жіберіп, 20-ны 5-ке бөлеміз, оны 2-ге бөлеміз. Жеке-жеке де. 20-ны 5-ке бөлгенде 4, 4-те бөлгенде 2 шығады. Одан кейін немесе орнын ауыстырып, мысалы, бірінші 20-ны 2-ге бөлеміз, одан кейін барып 5-ке бөлеміз. 20-ны 2-ге бөлгенде 10, 10-ды 5-ке бөлгенде 2 шығады. Келесі, енді ән нұсқасын әртүрлі тәсілмен есепте дейді. Осыған қарап отырып, мына ән нұсқасындағы есептерді дәл солай шығаруымыз керек. Мысалы, 225 бөлінген жақшаның ішінде 3 көбейтілген 5. 3 5-ім 15, 225-ті 15-ке бөлгенде 15 шығады. Одан кейін 225-ті 3-ке бөлеміз, оны 5-ке бөлеміз, 15-ке тең болады. 225-ті 5-ке бөлеміз, одан кейін барып 3-ке бөлеміз. Ол бізде 15-ке тең болады. Келесі, 9120 бөлінген жақшаның ішінде 5 көбейтілген 3. 5-ті 3-ке көбейткенде 15, 9120-ны 15-ке бөлгенде 608 шығады. Енді келесі тәсіл. 9120-ны 5-ке бөлеміз, одан кейін барып оны 3-ке бөлеміз. Ол бізде 608 шығады. Келесі 9120-ны 3-ке бөлеміз, одан кейін барып 5-ке бөлеміз. Ол бізде 608 шығады. Келесі 210 бөлінген жақшаның ішінде 3 көбейтілген 7. 3 7-ім 21, 210-ны 21-ге бөлгенде 10 шығады. Олай болса, енді біздер жеке-жеке бөліп көрейік. 210-ды 3-ке бөлеміз, оны 7-ге бөлеміз. 210-ды 3-ке бөлгенде 70, оны 7-ге бөлгенде 10 шығады. Немесе керісінше 210-ды 7-ге бөлеміз, оны 3-ке бөлеміз. Ол бізде 10-ға тең болады. Келесі 900 бөлінген жақшаның ішінде 5 көбейтілген 9. 5 9-ым 45, 900-ды 45-ке бөлгенде 20 шығады. Одан кейін келесі 900-ді 5-ке бөлеміз, оны 9-ға бөлеміз. Ол бізде 20-ға тең болады. Немесе бірінші 900-ді 9-ға бөлеміз, одан кейін 5-ке бөлеміз. Ол бізде 900-ді 9-ға бөлгенде 100, 100-ді 5-ке бөлгенде 20 шығады. Келесі 18006 бөлінген жақшаның ішінде 3 көбейтілген 2. 3 2-ім 6 болады. 18006-ны 6-ға бөлгенде 3001 шығады. Немесе оны жеке-жеке бөлек. 18006-ны 3-ке бөлеміз, одан кейін бар оны 2-ге бөлеміз. Ол бізде 3001 шығады. Немесе 18006-ны 2-ге бөлеміз, одан кейін 3-ке бөлеміз. Ол бізде тағы да 3001-ге тең болады. Сондықтан да біздер қараңыздар 3 тәсілмен шығарып тұрмыз. Қай тәсілмен шығарсақ та жауаптары бірдей шығады. Келесі, ән нұсқасының соңғы есебі 80 бөлінген жақшаның ішінде 5 көбейтілген 8. 5 8-ім 40 болады. 80-ді 40-қа бөлгенде 2000 шығады. Немесе 80-ді 5-ке бөлеміз, 16 шығады, оны 8-ге бөлеміз, 2000 шығады. Немесе 80-ді 8-ге бөлеміз, 10 болады, 10-ды 5-ке бөлгенде 2000 шығады. Келесі, енді бұл нұсқасы бөлгіште бір таңбалы екі санның көбейтіндісіне ауыстырып бөлуді орында. Мысалы бізде жазылған 360 бөлінген 72. Мына 72-ні біздер деген 9 көбейтілген 8 деп жазып аламыз. Одан кейін жеке-жеке бөлеміз. 360-ты 9-ға бөлеміз, одан кейін оны 8-ге бөлеміз. Ол бізде 5-ке тең болады. Немесе керісінше 360-ты 8-ге бөлеміз, одан кейін 9-ға бөлеміз. Ол да 5-ке тең болады. Келесі 2100 бөлінген 42. 42-ні біздер көбейтінді түрінде 6 көбейтілген 7 деп жазамыз. Одан кейін жеке-жеке бөлеміз, 2100-ді 6-ға бөлеміз, одан кейін оны 7-ге бөлеміз. Ол бізде 50-ге тең болады. Немесе орындан ауыстырып, бірінші 2100-ді 7-ге бөлеміз, ол бізде 300 болады, 300-ді 6-ға бөлгенде 50 шығады. Көрдіңіз бе? Екі тәсілмен шығарып тұрмыз. Келесі 189 бөлінген 21. Бұл жерде 21-ді 7 көбейту 3 деп жазамыз. Одан кейін 189-ды 7-ге бөлеміз, одан кейін 3-ке бөлеміз. Ол бізде 9-ға тең болады. Немесе керісінше 189-ды 3-ке бөлеміз, одан кейін 7-ге бөлеміз. Ол да 9-ға тең болады. 315 бөлінген 35. 35-ті 7 көбейту 5 деп жазамыз. Одан кейін 315-ті 7-ге бөлеміз, одан кейін оны 5-ке бөлеміз. Ол бізде 9-ға тең болады. Немесе орнын ауыстырып 315-ті 5-ке бөлеміз, одан кейін 7-ге бөлеміз. Ол да 9-ға тең болады. Келесі 720 бөлінген 45. 45-ті біздер 9 көбейтілген 5 деп жазамыз. Одан кейін 720-ны 9-ға бөлеміз, одан кейін 5-ке бөлеміз. Ол бізде 16-ға тең болады. Немесе орнын ауыстырып 720-ны 5-ке бөлеміз, одан кейін 9-ға бөлеміз, 16-ға тең болады. 432 бөлінген 72. 72-ні біздер 9 көбейтілген 8 деп жазамыз. Одан кейін 432-ні 9-ға бөлеміз, оны 8-ге бөлеміз. Ол бізде 6-ға тең болады. Немесе орнын ауыстырып 432-ні 8-ге бөлеміз, одан кейін 9-ға бөлеміз, ол бізде 6-ға тең болады. Екінші есеп, амалдардың қай қасиеті тиімді есептеуге көмектеседі? Мысалы, 190 көбейтілген 5 көбейтілген 2. Біз алдымен 5 пен 2-ні көбейтеміз, ол бізде 10-ға тең болады. 190-ды 10-ға көбейткенде 1900 болады. Келесі 5 көбейтілген 630 көбейтілген 4. 5 пен 4-ті көбейтеміз, 20 болады. 630-ды 20-ға көбейткенде 12600 болады.
Келесі 639 көбейтілген 4 көбейтілген 5. 4 пен 5-ті көбейтеміз 20 болады. 639-ды 20-ға көбейткенде 12780 шығады. Келесі 7350 көбейтілген 2 көбейтілген 5. 2 мен 5-ті көбейтеміз 10 болады. 7250-ді 10-ға көбейткенде 72500 болады. Келесі 332 көбейтілген 4 көбейтілген 5. 4 пен 5-ті көбейтеміз 20 болады. 332-ні 20-ға көбейткенде 6640 шығады. 200 көбейтілген 96 көбейтілген 5. 200-ді 5-ке көбейтеміз 1000 болады. 96 1000-ға көбейткенде 96000 шығады. 103 көбейтілген 50 көбейтілген 4. 50-ді 4-ке көбейтеміз 200 болады. 103-ті 200-ге көбейткенде 20600 болады. 625 көбейтілген 200 көбейтілген 5. 200-ді 5-ке көбейтеміз 1000 болады. 625-ті 1000-ға көбейткенде 625000 шығады. Үшінші есеп тиімді тәсілмен шығар. Бір кітапта 60 бет, екіншісінде 96 бет бар. Егер күніне 6 беттен оқитын болса, осы екі кітапты неше күнде оқып шығуға болады? Бірінші кітапта 60 бет, екінші кітапта 96 бет, бір күнде 6 беттен оқитын болса, неше күнде оқи алады? 60-қа 96-ны қосамыз, 6-ға бөлеміз. 60-ты 6-ға бөлгенде 10 болады, 96-ны 6-ға бөлгенде 16 шығады, 10-ға 16 қосқанда 26 шығады. Жауабы екі кітапта 26 күнде оқып шығуға болады. Екі кітапты 26 күнде оқып шығуға болады. Төртінші есеп. Тәсілдердің қайсысы тиімдірек екендігін айтуға бола ма? Арман есепті әртүрлі тәсілмен шығарды. Мектепті жөндеу жұмысына бірдей құтыдағы 90 кг ақ және 180 кг көк сыр әкелінді. Ақ сырдан 18 құты болды. Қанша құты көк сыр сатып алынды? 90-ды 18-ге бөлеміз. Деген бізде 90 кг ақ сыр бар, оны 18 ақ сырдан 18 құты бар деді. Бір құтыда қанша килограмм бар екен тауымыз керек. Сондықтан 90-ды 18-ге бөлеміз. Бір құтыда 5 килограмм болады екен. Олай болса, 180-ді 5-ке бөлеміз. Ол бізде 36 құты шығады. Көк сыр бізде 36 құты. Келесі екінші тәсіл. Біздер бірінші 180-ді 90-ға бөлеміз. Бізде 2 есе шығады, яғни ақ сырға қарағанда көк сыр неше есе артық әкелінді. Соны біздер тауып тұрмыз, яғни 2 есе артық әкелінді. Олай болса, мысалы деген бізде көк сыр 2 есе көп қоя, сондықтан олардың құтысы да 2 есе көбірек болады. Сондықтан 18-ді 2-ке көбейтеміз, 36 шығады. 36 құты ол бізде көк сыр. Енді ол сонымен қатар теңдеу құрды. 180 бөлінген x тең болады 90 бөлінген x. Неге олай жасады? Себебі деген, қараңыздар, 90 кг бар, оны деген 18 құтыға бөлгенде 5 кг шығады ғой. Сол сияқты 180-ді де бір санға бөлген кезде бізде 5 шығу керек. Енді қараңыздар, 90-ды 18-ге бөлеміз 5 шығады. X табу үшін 180-ді 5-ке бөлеміз, ол бізде 36-ға тең болады. X орнына 36-ны қоямыз. 180 бөлінген 36 5-ке тең болады, 90 бөлінген 18 5-ке тең болады. Бесінші есеп анұсқасы. Есепті теңдеу құрып шығар. Болашақ ғарышкерлерді дайындауға арналған жүгіру жолының біразы тең 3 бөлікке бөлінді. Осыдан кейін қалған жолдың ұзындығы 235 метр. Егер жүгіру жолының жалпы ұзындығы 520 метр болса, 3 бөліктің әрқайсысының ұзындығы қанша? Бөлінді 3 бөлікке, қалған жол 235 метр, жалпы ұзындығы 520 метр, бір бөліктің ұзындығы қанша метр? Бізде қараңыздар, 3 бөлік бар, сонда 3x деп жазамыз. Қосылған 235, қалғаны, сонда барлығы 520. 3x тең болады, 520-дан 235 азайтамыз, ол бізде 285 шығады. X табу үшін 285-ті 3-ке бөлеміз, ол бізде 95 шығады. X орнына 95 қоямыз, 3 көбейтілген 95, оған 235-ті қосамыз, ол бізде 520-ға тең болады. Бесінші есептің нұсқасы. Теңдеу бойынша есеп құрастыры. 506.000 азайтылған 5x тең болады 65.000. Қараңыздар, теңдеу құрастырамыз. Болды 506.000 теңге, сатып алынды. Белгісіз теңгеден 5 дана, қалды 65.000 теңге. 506.000 азайтылған 5x тең болады 65.000. 5x табу үшін 506.000-дан 65.000-ді азайтамыз. Ол бізде 441.000 болады. X табу үшін 441.000-ді 5-ке бөлеміз. Ол бізде 88.200 болады. Енді біздер x орнына 88.200-ді қоямыз. Оны есептейміз, сонда 65.000-ға тең болады екен тексерген кезде. Олай болса жауабы 88.200 теңгеден сатып алынды. Алтыншы есеп. Өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Айна ғарыш туралы суреттер конкурсына дайындалып жатыр. Ол кеңсе тауарлары дүкеніне келіп, бағаларды қарай бастады. Оған есептеуге көмектес. Қараңыздар, нұсқасы. 2 бояу жинағы, 3 қылқалам жинағы және 4 палитраның жалпы құны қанша? Бояу жинағы 392 теңгеден 2 дана сатып алынған, қылқалам 490 теңгеден 3 дана сатып алынған, палитра 294 теңгеден 4 дана. Барлығы қанша теңге? 392-ні 2-ке көбейтеміз, 490-ды 3-ке көбейтеміз, одан кейін 294-ді 4-ке көбейтеміз. Барлығын қосқан кезде 3430 болады. Жауабы жалпы құны 3430 теңге. Келесі нұсқасы. 2 бояу жинағы мен 3 қылқалам жинағының құны 2 палитрдан қаншаға қымбат? Бояу жинағы 292 теңгеден 2 дана, қылқалам 490 теңгеден 3 дана,
палитра 294 теңгеден 2 дана. Енді біздер мына екеуін бірге қосуымыз керек, сонда бір-бірін салыстырып қаншаға қымбат екенін табуымыз керек. Олай болса, мінекей міне бояу жинағы мен қылқаламға қанша теңге жұмсалғанын табу үшін мінекей жақшыға алып қойдым. 392-ні 2-ге көбейтеміз, одан кейін 490-ды 3-ге көбейтеміз, оларды қосамыз. Қосқан кезде 2204 шығады. Одан кейін 294-ті 2-ге көбейтеміз, ол бізде 588 шығады. Азайтқан кезде 1666 шығады. Жауабы 2 бояу жинағы мен 3 қылқалам жинағының құны 2 палитрадан 1666 теңгеге қымбат. Бұл нұсқасы: бір қылқалам жинағының құны 5 бояу жинағынан неше есе арзан? Қылқалам 490 теңгеден 1 дана, бояу жинағы 392 теңгеден 5 дана. Бір-бірін салыстырып, қанша есе арзан екенін табуымыз керек. 392-ні 5-ге көбейтеміз, 1960 шығады, оны 490-ға бөлгенде 4 шығады. Жауабы: бір қылқалам жинағының құны 5 бояу жинағынан 4 есе арзан. 7-ші есеп: бір ауылдан 2 жолаушы бір уақытта бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 100 метр минут жылдамдықпен жүрді. Екіншісі жылдамырақ жүріп, 60 минуттан кейін бірінші жолаушыдан 600 метрге озып кетті. Екінші жолаушы қандай жылдамдықпен жүрген? Қараңыздар, біріншісінің жылдамдығы берілген, одан кейін уақыты берілген, 60 минут жүрген, ол бізде 600 метрге озып кеткен дейді. Енді біздер екіншісінің жылдамдығын табуымыз керек. Оны теңдеу құру арқылы шығара аламыз. Қараңыздар, мысалы деген, біздер деген, егер олар бір-бірінің арттарынан еретін болса, яғни бір-бірін озатын болса, ондай кезде жылдамдықтан азайтамыз. Үлкеніне кішісін азайтамыз. Бізде деген мына белгісіз x азайтылған 100 деп жазамыз, одан кейін оны 60-ға көбейтеміз, уақытқа көбейтеміз, жылдамдықтан азайтамыз, уақытқа көбейтеміз, сонда арақашықтық шығады. Сонда x азайтылған 100 тең болады 600 бөлінген 60. 660-қа бөлгенде 10 болады. X табу үшін 100-ге 10-ды қосамыз, 110 шығады. Одан кейін тексереміз, x орнына 110-ды қоямыз. Екі жағын тексерген кезде 600-600-ге тең болады. Жауабы: екінші жолаушы 110 метр минут жылдамдықпен жүрген. 8-ші есеп: ой жұмбақты шеш. Суретте бейнеленген әр дөңгелекке 1-ден 12-ге дейінгі сандар жазылуы тиіс. Бір сөздің бойында орналасқан кез келген 4 санның қосындысы 26-ға тең болу керек. Қараңыздар, тексеріп көрейік те. Мысалы қараңыздар, 2 қосылған 10 12, 12-ге 11 қосқанда 23, оған 3 қосқанда 26 неге шығып тұр. Келесі, 1 қосылған 8 9, 9-ға 12 қосқанда 21, оған 5 қосқанда 26 шығып тұр. Келесі, 2 қосылған 9 11, 11-ге 8 қосқанда 19, 19-ға 7 қосқанда 26. Келесі, 3-ге 4 қосқанда 7, 7-ге 12 қосқанда 19, 19-ға 7 қосқанда 26. Келесі, 1 қосылған 9 10, 10-ға 10 қосқанда 20, 20-ға 6 қосқанда 26. Және соңғысы 5-ке 4 қосқанда 9, 9-ға 11 қосқанда 20, 20-ға 6 қосқанда 26 шығады. 9-шы есеп: есепті шығар. Серік пен Арман ауылдан өзенге қарай бір уақытта велосипедпен шықты. 25 метр минут жылдамдықпен жүрген Серік 10 минуттан кейін өзенге жетті. Егер Арман 100 метр минут жылдамдықпен жүрсе, Серіктен ол қанша метр қашықтықта болады? Серіктің жылдамдығы 25 метр минутына, одан кейін Арманның жылдамдығы 100 метр минутына, ол бізде 10 минут жүрді. Енді біздер олар бір-біріне арақашықтығы қанша екенін табуымыз керек. Бұлай болса, үлкеніне кішісін азайтамыз, яғни жылдамдықтан азайтамыз да, оны уақытқа көбейтеміз. 25 метр минут азайтылған 100 метр минут, ол бізде 25 метр минут шығады, оны 10 минутқа көбейткенде 250 метр шығады. Жауабы: Серіктен ол 250 метр қашықтықта болады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.